Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге қатпарлы, жұмсақ болып шығатын әрі өте ерекше улитка тәріздес етті бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар, және де арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше достар, кірісеміз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, жарты қасық тұзымызды және бөлме температурасындағы жылы суымызды құйып, дәл осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды 1-2 бөліп салып аламыз. Бірінші ретте алдымен венчикпен араластырамыз. Кейін жайлап бір келкі масса болғаннан кейін венчигімізді алып тастап, кәдімгідей қолымызбен жұмсақ етіп қамырымызды илейтін боламыз. Міне менің қамырым дайын болып қалды. Өте жұмсақ болып шықты, әрі қатты да болып кетпесін. Енді қамырымыз шамамен 15-20 минутқа демалып, тындырып, осылай бетін пленкамен жауып қоятын боламыз. Менің қамырым тұрды, шамамен 20 минуттай тұрды. Қараңыздар, иі қанғансын, жұмсақ болып шығады осылай. Астына ұн сеуіп жібереміз, және де осы қамырды мен 4 бөлікке бөлдім. Төрт бөлікке бөлгесін осылай күлше жасайтын боламыз. Дөңгелетіп столымызға дөңгелетіп қоямыз. Және де енді бізге осындай сәл үлкендеу табақ, тарелка қажет болады. Бетін бірінші майлап аламыз. Кейін қатты жұқа қылмай қамырларымызды бір жайып алып, үстіне май жағып, слойка сияқты ретінде осылай істейтін боламыз. Әр қамырымызды істеген сайын бетін осылай пленкамен жауып қойыңыздар. Беті сәл қатып, кішкене жұмсарып тұру керек. Достар, менің арнама тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде сіздерге жауап қайтаратын боламын. Міне қараңыздар достар, дәл осылай видеода барлығы толық көрсетілген. Әр қамырымызды салған сайын арасына ертілген сармайымызды жағып отырамыз. Енді біздің қамырымыз 15-20 минут демалу керек тағы да. Енді начинкамызды дайындаймыз. Менде фарш, жуамызды, асқабағымызды, бір картопымызды алып, тұзымызды, бұрышымызды салдым, және де азғантай ғана қызыл бұрыштан сеуіп жібердім. Жақсылап осы начинкамызды араластырамыз. Начинка сізде әртүрлі өз қалауыңызша болуы мүмкін. Біреулер ірімшікте қосып жатады. Мен тек қана фарштан салдым. Қараңыздар, менің қамырым өте жұмсақ болған. Сармай толықтай қамырдың бойына сіңген. Бізге оқтау енді қажет етпейді. Тек қана дәл осылай видеода көрсетілгендей қамырымызды шетінен бастап, жаймен тартқылап созғылайтын боламыз. Ешқандай да оқтау қажет емес. Бұл қамырымыз тұрған сайын жұмсарып, созылуға оңай болады. Негізі жыртылмау керек, бірақ жыртылып кеткен жағдайда да ештеңе де болмайды. Қараңыздар. Менде осы 4 күлшеден 2 пирог шығардым. Демек, екеуін бір пирогқа пайдаландым. Енді осылай начинкамызды саламыз. Тым көп салып жібермеңіздер. Осылай аз-аздан салсаңыздар жетеді. Піскен кезде өте дәмді болып шығады. Балдарыңызға, отбасыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Енді бір шетінен бастап осылай орайтын боламыз. Арасына ауа қалмасын, мұқият болыңыздар. Міне осылай ғана бүріп жібереміз. Енді міндетті түрде астына қағазымызды төсеп, дәл осылай улитка тәріздес қылып жасаймыз. Енді қараңыздар, менің екінші қамырым ұзақ тұрғандықтан оның созылуы тіпті тез созылды, әрі көлемі үлкен болып шықты. Демек, қамырыңыз майда көп тұрған сайын оның созылуы да үлкен болады, және тез оңай созылатын болады. Енді осы дәл осылай жасайсыздар, және де үстіне жұмыртқаның сарысын жағып жіберіп, қызып тұрған 180 градус пеште өз қалауыңызша әсемдеп, шамамен 25-30 минутта
үсті-астын бірдей қыздырып пісіріп аласыздар. Міне менің бәлішім дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ, сочный болып шықты. Дәмін енді айтып жеткізу мүмкін емес. Отбасыма өте қатты ұнады. Мында ыстық. Сіздерге қазір арасын кесіп көрсетейін. Ортасы, арасы толық барлығы піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көрсеңіздер, менімен комментарий бөлімінде бөліссеңіздер болады. Рецептісін толық описание бөліміне жазып кететін боламын. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер, және колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар.